Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз өте дәмді әрі қытырлақ шаймен ішетін қытырлақ нан жасайтын боламыз. Бізге қытырлақ нанды жасау үшін алдыменен 5 жұмыртқаны жарып аламыз. Осылайша оны кейбіреулері сарысын салып жатады. Олай сарысын салсаңыздар да болады. Мен осылай ағыменен қосып саламын. Сосын бізге шым-шым тұз керек. Көп емес. Қант саламыз. Таттырақ қып жасағыларыңыз келсе көбірек қосасыздар. Осылайша әбден араластырып аламыз. Қантымызды, тұзымызды салып болғаннан соң әбден араластырып аламыз. Сосын ұнымызды саламыз. Осы илеп алған қамырымызды 30 минутқа қалтаға салып қойып қоямыз. Осылай үйі қанған тестамызды жұқалап жайып аламыз. Қамырымызды осылай жұқалап жайып алып, осылай кесіп аламыз. Тестамызды жақсылап кесіп алдық. Енді біз оны осылай түрлі гүлді қып жасай берсек болады. Бізге осындай таяқша қажет. Таяқшаменен бұлай қыстырып алып қойсақ болады. Қызып тұрған майға осылай салып аламыз.